Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Халық емі. Пияз сорпасының пайдасын білесіз бе? Остеопороза, сүйек кеуектенуі. Осы ауруға пияз сорпасының пайдасы мол екен, сенесіздер ме? Дәрігерлер мұны үнсіз ұры деп те атайды. Бұл аурудың белгілері сүйектегі кальцийдің азаюынан пайда болады. Ол ақырындап, ешқандай аурусыз әбден асқынғанда шығады. Адам тіпті бұл аурумен ауыратын білмеуі де мүмкін. Білген күннің өзінде оны емдеу мүмкіндігі аз. Сосын сүйектің сынуына әкеп соғады. Мен осы аурумен ауырмасам да, пияз сорпасын ішуді жөн деп көрдім. Не нәрсені болса да алдын алған жөн. Ауырып емдегенше ауырмаудың жолын іздеген дұрыс. Қазіргі заман медицина қымбат, дәрі-дәрмек қымбат. Алдын ала емделген дұрыс деп ойлаймын. Мен бұл сорпаны аптасына 2 рет, сейсенбі және жұма күндері дайындап ішемін. Бұған көкшөп пен көкөніс қосамын. Дайын болғанда қаймақ қосып қара нанмен ішемін. Бірақ өмірдің аты өмір, адамбыз ғой. Кейде уақытында режим сақтай алмай қалатын кездерде болады. Бірде менің бір танысым бөксесін сынып ауруханаға түседі. Оның айтуынша үйінде тегістен тегіс жерде аяқ астынан құлап қалған. Рентген аппаратына түссе, сүйек кеуектенуі дейді. Дәрігердің айтуынша ол енді қалған өмірін төсекте өткізетінін ескертті. Онда да жүрегі мықты болса. Мен ол танысыма пияз сорпасын ішіңіз деп кеңес бердім. Нәтижесін болашақта көре жатармыз. Естуімше, француздарда да пияз сорпасы ұлттық тағам ретінде мейрамханада ұсынылады екен. Ал енді осы пияз сорпасының рецептісін